достар, біз сіздермен бірге блогты бастайтын боламыз. Просто мен жарты сөйлесіп қалған и просто көріңіздер. Біз келдік қазір. Жалпы 16 жасымда шашымды өзгертемін деген болатынмын. Осында лесенка стрижка жасаттым. Маған өзіме ұнады, просто блогқа түсірген, бірақ өшіп қалыпты. Короче, қазір бізде екінші күн. Бүгін 7 май, енді барлықтарыңызды мерекелерімен құттықтаймын. Ер азаматтардың осылай денсаулықтарыңыз мықты болып, оңсын жүре беріңіздер. Және де қазір екінші күн ғой енді. И менің аяқта еще менден де жара шықты, короче. Еще ауырып жатырмын таңертеңнен бері. Так, неме болды. Еще қазір мен негізі ағама ақшалай беремін деп ойлағанмын, бірақ қазір сыйлық аламын и плюс ақшалай сыйлық беретін боламын. Қазір қайтадан кетеміз, оңға не хочешь салайық. Алдында осындай Тони Моллидің несін алғам. Пенкасын алғам. Тони Моллидің негізі өте жақсы да. Енді маған жақсы. Қарым істейтін бұрын қолданғам. Қарым істейтінен Тони Молли кішкене қымбатырақ бір жақты енді. Бірақ екеуі де жақсы. Жақсы көріп келеді. Қазір енді мен мына жерді кішкене жоюым керек, потому что қатты қызыл болып тұр да. Кеше крем көбіне шығып кетті маған кәдімгідей. Бірден екі пресс шықты ау деймін. Менде постоянно мұрным ауырады, потому что асқазанмен проблема көп болады менде. И вот қазір кішігірім консилер жағып, бетін жауып қоямыз. Үйленген уже да. Бетінде үйрен қалған уже консилерге да. SPF-тен и консилерден басқа түк шықпаймын мен. Даже көкшоң шықпаймын да. Сыйлық алдық. Қазір облысына көріп жатырмын. Біріншісі мамаға куртка алдым, папаға и ағама сыйлықтар алдым да. Мен бірінші папаға сыйлық. Вот осындай. Трико, блокнот, трико и футболка. Вот. Мен пицца алып келе жатырмын. Вот. Қазір ғана келді. Мен бірінші өзім заказ беріп, бірінші өзім алдым ғой так. Сол. Күшті қазір көрсетем. Сіздермен бірге үй жинайтын боламыз. Бүгін блогтың уже 4-ші күні. Мен просто дұрыс түсіре алмай кеттім ауырғандықтан. И қазір басын бастап, аяғын қалдырмай, басын бастаған екен, аяғын аяқтап, бүгін блогты уже аяқтайтын боламыз. Кеттік. Қазір мен чистковицадан келдім. И плюс бетімде бір сыр өзгеріп жақтап берді. Мен соны жақтым. Білмеймін, бетім өзгерісіп бар ма? Менің бетім негізі қатты не емес қой. Қалай айтсам екен? Қатты енді жақсы, енді проблема емес та. Только посмотри. Вот. Еще мен, кстати, мынандай бір маска жасадым бетіме. Бірақ мен дым түсіре алмаймын чистковицадан. Молодец. Ну, как вот осымен блог аяқталды, көрмеден